Баршамызға қайырлы күн болсын, қыздар. Сіздермен бірге Жәмиля. Менің каналыма кіріп, менің видеоларымды қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Бүгін сіздермен бірге өте оңай жолменен гүлдің костюмын тігетін боламыз. Менің матам жай ғана атлас. Атласты енін 2-ге бүктейміз. Ұзындығынан кромкасын кесіп алып тастаймыз. Кромка деген матаның шеті. Бұны кесіп алып тастаймыз. Енді бұл жерде матаның ені 1,5 метр. Енді мына еніндегі бұрышты алып, ұзындығына қарай бұрыштап жатқызамыз. Мына жерде тура косая бейканы кесетіндей 45 градустағы бұрыш пайда болады. Яғни қазір көйлегімізді по косой қиып алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, уақыт үнемдеу үшін барлық линияларды сызып дайындап қойдым. Бұл көйлектің размері 5 жасқа арналады. 70 сантиметрді белгілеп алып, 70-ті углға қоямыз. Осылайша сантиметріміздің екінші басын сырғытып отырып, осы линияны сызып шығамыз. Бұл біздің көйлегіміздің етегінің төменгі шеті. Енді 20 сантиметрді тауып аламыз. Осы бұрыштан төменге қарай 20 сантиметрді белгілейміз. Енді қараңыздар. Сантиметріміздің ұшын қозғалтпай тұрып, мына 20 сантиметрімізді сәл бір шетке қарай қозғалтып аламыз. Осылай тұрған күйінде мына линияны сызамыз. Бұл біздің көйлегіміздің мойыны. Енді осы көйлегіміздің мойынының линиясынан төмен қарай 11 сантиметрді белгілеп аламын. 11 сантиметр. Ішке қарай 2 сантиметр белгілеймін. Енді осы 2 линияны мойыныменен қолтығын қосамыз. Бұл біздің көйлегіміздің қолтығы болады. Енді осы тұрған күйінде менде қазір мына жерде 4 қабат мата болып тұр. Мен осылай 4-еу етіп кесемін, өйткені менің көйлегімнің алды менен арты бірдей болып шығатын болады. Мойынның глубинасы да алдынан да артынан да қарағанда бірдей болып шығады. Егер де артындағы мойынның желке жағын онша да ойғым келмейді десеңіздер, онда тек қана мына линияны кесіп аласыздар. Сонан кейін мына матаның бір кусогын, яғни 2 слойын бөліп аласыздар. Содан кейін алдын осылай кесіп, артын сәл кішкене жоғарға кесесіздер. Сонда желкесі қатты ойылмайтын болады. Енді осы тұрған күйінде 4 слойды бірге кесіп аламыз. Міне қыздар, көйлегімізді барлық сызылған линиялар бойынша қиып алдық. Матаны ашамыз. Ашқан кезде бізде бұл жерде 2 слой болады. Біреуі артқы бөлігі, біреуі алдыңғы бөлігі. Енді қараңыздар, бұны қалай тігуіміз керек. Мен тігу жолдарын көрсетпеймін, уақытты үнемдеу үшін. Бірінші боковой шовтарын машинкаменен жүргізіп аламыз. Шетін оверлоктаймыз, жақсылап жатқызып үтіктейміз. Көйлектің етегінің ұшын оверлоктаймыз. Тек қана оверлоктың ширинасымен бірдей етіп қайырамыз. Оған 1 миллиметрге немесе 2 миллиметрге строчка береміз машинкаменен. Енді қолтығын оверлоктаймыз. Қолтығын тура сондай етіп, оверлоктың қалыңдығыменен ғана қайырамыз. Қайырамыздағы 1 миллиметр немесе 2 миллиметрге машинкаменен тігіп шығамыз. Мойынымызды оверлоктаған күйінде қалдырамыз. Содан кейін ары қарай не жасайтынымызды мен сіздерге айтатын боламын.
Міне көйлегіміздің барлық линияларын тігіп шықтық. Оверлок жасадық, строчкасын бердік, боковой шовтарын тігіп алдық және қолтығын жасадық. Енді бізде мойыны ғана қалады. Мойынын былай етіп жасап шығуымыз керек. Шнур қоямыз, ішіне шнур ары бері қозғалып тұру керек. Ол үшін бізге косая бейка керек. Косая бейканы осы тұрған күйінде екіге бүктейміз. Оның шетін машинкаменен тігіп аламыз. Сонда бізде мынандай шнурок пайда болады. Бау. Осы бауды горловинаның осы мына линиясының шетіне жақынырақ етіп қоямыз. Одан кейін бүктейміз. Бүктеп, дәл мына шетіне тақап машинкаменен тігіп шығамыз. Егер де олай жасай алмаймын десеңіздер, тура осы тұрған күйінде 1,5 сантиметрге сызып аласыздар, немесе 1,3, 1,2 миллиметр. 1 сантиметр 2 миллиметр етіп сызсаңыздар болады. Соны қайырып, көктеп алыңыз қолыңызбенен. Одан кейін машинкаменен тігіңіз. Көктеген жіптеріңізді суырып алып тастайсыз және мына шнурды осы тігіп алған жеріңізге осылай булавканың көмегіменен ішіне былай кіргізіп өткізіп алуыңызға болады. Міне шетіне жақын етіп қойып аламыз. Енді бүктейміз. Бүктейміз де машинкаменен тігеміз. Машинкамен тіккен кезімізде ішіндегі тұрған шнурды тігіп кетпеуіміз керек, ол бос күйінде қалуы керек. Мен осы шнуроктың қалыңдығына қарай жай ғана көз мөлшеріменен қайыра салдым. Сіздер де солай етсеңіздер болады. Олай жасай алмаған жағдайда, жаңағыдай мен айтқандай бірінші линияны сызып аласыздар. Қолмен көктейміз. Қолмен көктегеннен кейін ғана машинкаменен тігіп шығып, осындай қылып тігіп аласыз, қайырып. Содан кейін шнурды мынандай кәдімгі жай ғана булавканың көмегіменен мынаның ішіне қарай өткізіп алсаңыздар болады. Міне шнурымыз ары бері қозғалып тұру керек, осылай. Ішінде бос болу керек. Міне. Міне көйлегіміз дайын болды, қыздар. Мына мойындағы шнурдың шетін сетінеп кетпеу үшін түйіп қоямыз. Ең ұшын түйеміз. Қатты етіп түйіп, артық жерін қиып, және шеттерін кәдімгі отпенен күйдіріп қоюларыңыз керек. Енді қазір манекенімізге кигізіп көретін боламыз, және ары қарай бас киімінің және қолына тағатын гүлдерін әдемі етіп жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Енді костюмымыздың гүлдерін жасауға, бас киімін және қолындағы браслетіндегі гүлдерді жасауға кірісетін боламыз. Ол үшін бізге ені 30 сантиметр, ұзындығы 2 метр бір полоска керек болады, және ені 15 сантиметр, ұзындығы 50 сантиметр екі полоска керек болады. Бұл полоскаларымызды бүктеп, екі шеттерін тігіп, машинкаменен сыртына қарай аударып, үтіктеп, дайындап аламыз. Міне жалғап, үтіктеп, дайындап алдық. Полоскамызды екіге бүктедік. Енді осы полоскамызды дублеринмен қатайтып алсақ болады. Дублеринді тек шетіне дейін қатты жеткізбейміз, сәл ғана осылай етіп жапсырамыз. Шетіне 3 сантиметрде жетпейміз. Және мына шетіне мен үтікпен қыр салмаймын. Жай ғана осылай бүктеп қоятын боламын. Шеті қыр болып тұрғаны маған ұнамайды.
Енді дублеремен жапсырып аламыз. Жапсырып алғаннан кейін машинкаменен былай бүктеп отырып 3 сантиметр 3 сантиметр складка жасап тігіп шығатын боламыз. Полоскамыздың ең басын бастаған кезде 2 рет бүктеп аламыз, тігеміз. Мен көз мөлшеріменен бүктей беремін. Шамамен 3 сантиметр складкаларымыз. Кішкентай жолақтарымызды ешқандай дублеринсіз жай ғана бүріп тігіп аламыз. Бұлардың бүрмелері 3 сантиметр болмайды, шамамен 1,5 сантиметрдей. Енді фетрден мынандай дөңгелек қиып аламыз. Дөңгелегіміздің диаметрі шамамен 10-11 сантиметр болады. Егер сіздің матаңыз сетінейтін мата болса, мына полосканың шетін оверлоктап алғаныңыз дұрыс болады. Мен оверлоктамай ғана жасайтын боламын. Қазір енді гүлімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін фетрдің тура ортасына, осы жаңағы матамыздың 2-ге бүктеп алған жерін тура ортасына қойып, закрепкамызды береміз. Енді осы мына полосканы былай айландырып, осы фетрдің бетіне тігіп шығуымыз керек. Ол үшін жай ғана үстіп айландырып тіге береміз. Фетрімізді бұрып отырамыз. Полоскамызды осы жерге осылай тігіп шығатын боламыз. Осылай етіп айландыра береміз. Мына сыртына дейін жетуіміз керек. Міне ең соңына жақындап қалдық. Ең соңына жақындаған кезде матаның шетін былайынан бүктейміз. Бүктеп, оны тура осы фетрдің былай шетіне қойып жібереміз. Сөйтіп, оның үстінен тігіп өтуіміз керек. Гүліміз осындай болып шықты. Қазір бұның бәрін ашып, сіздерге түсіндіретін болам. Көрініп тұр деп ойлаймын. Бұл гүлді енді былай қайырып шеттерін раушан гүлге ұқсата бастаймыз. Бұның астынан қазір мына фетрімізді ободокқа горячий клейменен ұстатып, содан кейін қыздарымыздың басына тағатын боламыз. Мына қолына арналған лентамызды, бұны да ұшағын былай бір-екі рет бүктеп алып, кәдімгідей қолменен былай бұны жинақтап аламыз, орап-орап. Үстіп жинақтап аламыз да, түбін бірге былай ұстап, инеменен, кәдімгі ине жіппен қолменен көктеп тігіп, бұны да былай гүл етіп ашамыз. Содан кейін жасыл матадан лента жасап, жасыл матаға осыны апарып тігіп, оны қыздарымыздың қолына браслет ретінде тағып қоятын боламыз. Міне бас киімімізді ободокқа тағып қойдым. Ободокқа тағылып, осылай болып тұрады. Шетін қаттырақ, мына бірінші рядтағы полоскамызды қаттырақ қайырсаңыздар, сонда мына екінші рядтағысы биік болып көрінеді. Бәрі былай тұрса, оның объемы онша да білінбей қалады. Жаңа шеттерін былай қатты ашпай тұрған кезде, оның әлі объемы білінбейтін. Мынаны былай жатқызасыздар, сонда объемы жақсы болып шыға бастайды.
үстіге қарай жақындаған сайын аз-аздан қайырасыздар шеттерін, ана астын көбірек қаттырақ қайырасыздар. Сонда үсті биік болып, әдемі болып көрініп тұратын болады гүліміздің. Қазір енді көйлегімізде, бас киімімізде, браслеттерімізде дайын болды. Браслеттеріміз міне мынандай. Мен резинкаға таға салдым, қолдарына киетіндей етіп. Қазір кигізіп, сосын көретін боламыз. Міне костюмымыз дайын күйінде осындай. Маған камераны бұруға тура келді. Себебі басқаша симайды екен кадрға. Міне осындай өте әдемі костюм болып шықты деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Комментарийға жазыңыздар. Кімде әдемі болып шықса фотоменен бөлісіңіздер. Келесі мастер-класста кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жәмилә. Каналға тіркеліп, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар.